адамдарға көмек көрсету және оларды құрметтеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға көмектескеннің аяғын Алла Тағала Сырат көпірінде берік қылады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман бауырына көмектескен сайын Алла Тағала қолына жәрдем береді деп ескерткен. Алла Тағала адамға билік беріп, жер бетінде әділ тәртіп орнату үшін оны басқа жаратылыстан жоғары қойды. Әли әл-Хауас құдүсір былай дейді: қолдардан оларға берілген игіліктерді алып тастау уақыты келгенде Алла адамдарды сынау үшін жер бетінде періштелерді жібереді. Халық арасында кеңпейілдігімен, қонақ жайлығымен танылған адамның босағасына періштелер келіп, одан бір нәрсе сұрап, табандылық танытып тұрып алады. Әлгі адам өтініштерін орындаса да, періштелер қайта-қайта сұрай береді. Сонда адам ашуланып, жаман мінезін көрсетіп қояды. Сонан соң періштелер Аллаға жалбарынып, Алла ол адамды нығметтерінен айырып қояды. Мұны пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына сөздері растайды: кісі адамдарға көмектесуден жалыққанға дейін Алла Тағаланың ол қолына беретін нығметтері бар. Олар шаршаған кезде Алла бұл иеліктерді басқа қолдарына береді. Ей Айша, Алланың саған берген нығметтеріне құрмет көрсет. Өйткені олар бір үйдің босағасынан кетіп қалса, қайтып келуі сирек болады. Адамдарға көмектесудің абзалдығы: уа мұсылмандар, мүминдерге құрмет көрсету арқылы Алла Тағаланы ұлықтаңдар. Сыйластық арқылы мүмин нағыз тақуалық дәрежесіне жетеді. Діндар Маруф әл-Құрхи құдүсиру, Дауд ат-Тайдың құдүсиру достарының бірі оған: жақсы амалдарды тастаудан сақтан, өйткені олар сені Раббыңның разылығына жақындатады деп айтқанын айтады. Бұл қандай амалдар екенін сұрағанда, естіген жауабы: Раббыңа үнемі мойынсыну, мұсылмандарға қызмет көрсету және оларға тура жол көрсету. Ең бейшара адам байдың алдында өзін қор қылып, оның әділетсіздігіне мойынсұнатын кедей адам. Ал ең ұлық адам кедейлердің көңілінен шығуға тырысатын және оларға құрмет көрсететін бай кісі. Бұрынғы өткен салих адамдар дін бауырларына көмектесуге және кедейлердің қиындығын жеңілдетуге асығатын. Имам әш-Шарани құдүсирру былай дейді: мен ұстазым Әли әл-Хауастан құдүсирру біздің заманымыздың кейбір адамдарының имандылығының төмендеу себебін сұрадым. Ол былай деп жауап берді: мұның себебі олардың достық пен махаббатқа жетелейтін нәрселерден бас тартуы. Олар бір-біріне көмектесу, сыйлық сыйлау, садақа және басқа да игі істер. Хадисте жүректер жаратылысынан өздеріне жақсылық жасағандарды жақсы көру үшін жаралған деп айтылған. Әли әл-Хауас құдүсиру әкесінің оған былай деген айтты: мен әйеліме көйлек, аяқ киім, сабын, бидай, арпа, қант, бал, жібек, орамал, шалбар сияқты адамға қажет нәрселер сатып алғаным есімде жоқ. Достарымыз бізге мұның бәрін өздері әкеліп беретін. Бұдан шығатыны, адамдар бір-біріне көмектесіп, жақсылық жасаса, олардың жүректері бірігіп, қиыншылықтар оларға қауіп төндірмейді. Адамдар